Армысыздар, құрметті ағайын, сіздер ұмытпаңдар менің хабарын көріп отырсыздар. Қазақ жерінде мәдениет пен өнердің қайнар көзінде болған қадау-қадау өңірлер бар. Сонау Баянауыл, Жетісу, Маңғыстау, Сыр өңірі. Жазса Тарас Днепрді, жазса Пушкин еділді, неге маған жырламасқа сырда туған елімді деп, Сыр өңірін жырлай қазақ поэзиясына еркін кірген Әділді Тәжібаев бүкіл саналы ғұмырында Қазан төңкерісінен тәуелсіздікке дейінгі аралықта өз жүрегінен өткерді. Біздің бүгінгі әңгімеміз Әділді Тәжібаев жөнінен болмақ. Қосып сырға сағынышын ақынның, жүзіп келе жатырмын. Жастан қалған әдеті ғой баланың, ылай суды жұтып аламын. Болғың келсе ұзақ жасап өмірлі, сүргің келсе қызық дәурен көңілді, көбірек түс, сыр суына түсе бер, көбірек іш, сыр лайын іше бер, дейтін маған бала күнде нағашым, мақтай жүріп, сырдың көгал жағасын, қосып сырға сағынышын ақынның, жүріп келе жатырмын. 20 ғасырдың өз төлі әдебиетіміздегі дара ақыны, сара ақыны Әділді Тәжібаев 70 жасқа толған күні мен ғашық адам қартаймайды деген өлең жазған екенмін. 70 асып барасың, талмай және армай, қараулықтың атқан оғы дарымай. Асқа ұстап басыңды, көкірегіңе қонақтатып 20 ғасырды. Жырға құрмет бар қашанда, қастерлеймін болмасаң да табынатын ақыным, бірақ тағы жоқ сияқты өзің ұқсас жақыным. Талғамыңа тарлық етпес таңдапсың ау жолды кең. Егер қазақ дарын туса, сен таныпсың алдымен. Қанаттыны көрсең шаршап шалтыққан, құрағыша ұмтыласың демеу үшін қолтықтан. Мүйізден жәбір көрсек кей кезде, мұңымызды саған шақтық сондықтан. Келер күнде жатса да көп үлесің, қадірліға қартайдым деп күлесің. Нағыз ақын қартайдым деп налмас. 3000 жылдан асқан Гомер әлі жас. Гүлге оранған даладайсың, өткеніңе қарамайсың өкініп. 90-ға да осылай шық секіріп, ғашық адам қартаймайды, ендеше аға сенің қартайғаның өтірік. Бұл кісі намыстың адамы, ұлттың ар намысы деп айтуға мен қақым бар. Жақсы жазушы болуға да болады, бірақ қоғамдық істерге араласпай өзімен өзі үйінде отырып, томаға түйеге отырып, нафақасын алып, атағын алып отыратындар болады. Әбекең ондай емес, Әбекең жауынгер мінезді. Қиянатқа көнбейтін ішінде сақтамай ашық айтатын. Жиналыста ғана емес, жеке сөздерде де қандай трибунада айтылатын. Ұлт мәселесі, қазақ халқының намыс мәселесі күн тәртібіне келгенде Әбекең отыра алмайтын, қарап отыра алмайтын. Осы қызметінен айырылып қалар ма екен, атақтан шығып қалар ма екен деген болмайтын. Бір үлкен оқиға бар, әлі күнге дейін халықтың есінде. Жұмабай Бегалиев деген ағамыз болды. Ол кісі енді Ұлы Отан соғысының ардагері, өзі палуан, әнші, сері, балуан шолақ Иман Жүсіптердің бүгінгі жеткен ұрпағы деуге болады. Сол кісі 63 жылы июнь айында осы Шиелінің базарында бір Москвадан қыдырып келген орыс пен ерегісіп қалып, жаңағы ұлты орыс жігіт, мен сендей қазақтың екі аяғыңды бір етікке тығам депті. Жұмабайды арғысы, батысы Ақтөбе, оңтүстігі Кентау түгел таниды. Анау енді танымасын, сыйламасқа салып тұр ғой. Сонан енді Жұмекең сол жерден алқымнан пышақпен тартып жіберіпті. Сөйтіп атуға бұйырылды. Біздің жақын ағамыз Ыбырай
Жақайып жаңағы Жұмабайдың ағасын алып Алматыға Әбілді Тәжібаевқа келді. Әбекең ол кезде жоғары советтің депутаты және президиум мүшесі. Енді өлім жазасына берілгендарды президиум қарайды ғой. Әбекең сол Ниязбековпен сөйлесіп, президиум председателі, президиум мүшелерімен сөйлесіп, сол жазаны өлім жазасынан қайта қарауға жіберттірді. Ақырында Жұмабай 15 жыл алып, кейін 13 жылда қайтып оралып, сол ауылда еңбек етіп, кәдімгі қайтыс болды. Осындай адамзатқа, өзінің жерлестеріне Әбекеңнің жасаған жақсылығы көп, өте көп. Тіптен қаншама осы балаларды оқуға түсірді. Өзінің құрдасы, інісі, келіні Әбекеңе алып келсе, ешқайсының бетін қайтармай, бәріне қол ұшын беретін. 57 жылы партия жиналысында осының қалай сөйлегенін білем. 57 жылы Қазақстан Жазушылар одағының партия жиналысында Қазақ әдебиеті газеті талқыланды. Өйткені Қазақ әдебиеті газеті туралы қаулы шыққан орталық комитеттің. Сонда менің атымда және бірнеше адамдар да Тұрсынбек Кәкішев бар, бізді ұлтшыл қылып кіргізіп қойған. Сол партия жиналысында мен талқыға алды, қырғын осы материал ұйымдастырды деп біздің көтергеніміз жаңағы мәселе. Екінің бір айтады, қазір оның ешілігі жоқ. Мұрамызды жарыққа шығарайық, ана тілімізді ардақтайық, тарихымызды білейік, қалалардың, ғалымдардың, алфавиттің тарихын білейік деген осы қылды көп. Жақсы адамдар білейік, хандар туралы да әділ пікірлер айтсын, батырлар туралы деген. Екінің әліппе шындық. Сол әліппе шындық сол кезде орасан сорақыл болып көрінген. Өйткені ондай сөз айтылмайды газетте. Мына Әбекең сияқты көзі ашық, талантты, намысты адамдар бұлқынып, қанша жағда идеологиялық құрсауда отырса да айтып қалатын. Сол жиналыста мені қолдап шықты ғой. 100 жазушы бар партиямның несінде, атақты жазушылар үндемей қалды ғой төмен барлығы. Қаулыны қолдаймыз дейді отырады. Қаулы қиянат. Яғыда айтылған. Сонда Әбекең шығып сөйледі ғой. Сөйлегенде ентігіп, жаңағы жүрегі ауырады өзі. Аяғы шығып сөйлеп айтты. Бізден неге ұлтшылдық іздейсіңдер, жолдастар? Деп орыс жолдастар отыр ғой, жазушылар. Дмитрий Снегин басқалар. Біз көзімізді ашқалы бері Мәскеуді жырлап келатырмыз. Партияны жырлап келатырмыз. Халықтар достығын жырлап келатырмыз. Қаяқтан іздеп жүрсіңдер бізден ұлтшылдықты. Мен ұлтшылдықты айтайын, сендерсің ғой нағыз. Қазақстанда тусаңдар да, арамызда жүрсеңдер де бір ауыз сөз білмейсіңдер. Біз сендерді шовинист деп айыптаған жоқпыз ғой әлі. Мына отыр ғой, мына біз Митя деп. Дмитрий Снегинді Митя дейді екен, бәрі құрлаш қой құдас. Ал енді осылар. Бұларың қалай енді? Мына бұны жігіттер жаңадан қалам алып келатқан публицист, 1-2 жыл газетте істеген, халықтың, мектептің, оқулықтың жағдайын, қазақ тілінің оқытылу мәселесін көтерген үшін оның ұлтшылық қаулыға кіргізіп болдыр, енді тасалған шығарып талқылап жатырсыңдар. Обал емес пе? Деп орнынан жаңағы тұрды дағы жүрегі қатты толқып кетті, далаға шығып кетті. Содан кейін шуылдап қалды партия жиналысын басқарып отырғандар. Ойбай, мынау мойындамады, жазушылардың ішінде мойындамайтын қиқарлар да бар екен. Қайдадан талқылайық деп жиналыс тағы үзіліп кетті. Әбекең сондайда шыдай алмайтын. Әбекең өзі 25 жасында сырда туған сырдың ұлы жаңа гейне мен болам деп жырлаған ғой. Әбекеңді гейне дейді екен сол кезде, естеліктерді оқып отырсақ. Өзі туған жеріне жылда барып тұрады. Туған жерін керемет сүйген мұндай адамды көрген емеспін. Дала адамдарын сұмдық жақсы көреді. Көптеген жанына жақын достары бар елде. Мысалы, өзінің туған ағасындай сыйлайтын Ыбырай Жақайып, Екі Нартай деген поэмасы бар. Біреуі Ақын Нартайда, біреуі Шопан Нартай. Тағы да басқа елдің адамдарын Әбекең өлгенше сыйлап өтті, дос болып өтті. Соның ішінде Ыбырай Жақайыпқа Ағатай деген атақты өлең арнады. Ыбырайдың 80 жылдығында екінші алтын жұлдызын таққан салтанатты жиналыста со Ағатайды оқып, аққырау шалған, аздап шаршаған басымды алдыңда тұрып иемін деп басын иді. Бір ақын мен диханның бір керемет бір-біріне деген достығы, бір-біріне деген сыйластығын көргендей болдық. Әнмен айтып, әнмен жырлап кетерлік
От мінездер, отты көздер жетерлік. От мінездер, отты көздер үшіндеп, толтырып біз бокалдарды көтердік. Кейде қасірет, күзгі бұлттай түнеді. Мұң басады, отты көздер сөнеді. Сонда баяу домбыраға қосылып, күрсінеді ақынның да өлеңі. Мұңдымын деп шағынбаймын қашанда. Қорқам бірақ, тіпті мұңсыз жасауға. Мүмкін емес, шексіз сүйіп өмірді, сол өмірдің мұңдарынан босауға. Удай болсын, ащы болса, судай болсын, тұщы болса, жылымшыны жаратпаймын, жарандар, жылымшыны жартылау деп санаңдар. Маған жарты керек емес бақытта, маған жарты керек емес уақытта. Мен жартылай алмаймын айды да, маған жарты керек емес қайғыда. Маған тұтас, жарық керек, күн керек. Маған тұтас жұлдыз толы түн керек. Маған тұтас теңіз керек, тау керек. Маған тұтас алысатын жау керек. Мен жартылап махаббатты да алмаймын. Мен жарты дос шақырса да бармаймын. Маған тұтас жүрек керек берілген. Сұрайтыным осы ғана өмірден, тілейтінім осы ғана елімнен. Тұрғанда ұйқы-тұйқы ақсамайың, мен қалай әбесені жатсанайын, абыржып асаң тұстап отырғаның, ашулы грозный патшадайын. Мұқағали Мақатаевтың Әбділдаға деген өлеңі осылай басталады. Әбділда Тәжібаевтың Ыстық алақанын бұл күндергі қазақ әдебиетінің алыптарына айналған Төлеген Айбергенов, Мұқағали Мақатаев, Тұманбай Молдағалиевтерден бастап Мұхтар Шаханов, Күләш Ахметова, Қатира Жәленова сынды жас буын ақындарда көрген еді. Олардың шығармаларына жылы лебізін білдіргенде алғаш Әбділда Тәжібаев болады. Тағдыр мені Әбекеңменен 60 жылдардың ортасында асатым жақындастырды. Үйіміз көрші болды. Мен Әбекеңнің үйінің қасынан үй алдым. Сол кезден бастап тым жақын сырластық. Әрине сырды айтатын Әбекең болатын да, тыңдаушы мен болатын едім. Егер бойымда бір адамдықтан, ақындықтан үлгі аларлық қасиет болса, мен ең алдыменен осы ұстазыма қарыздармын. Әбекеңнен көп оқуды, көп білуді үйрендім. Еңбек етуді үйрендім. Көп жазатын еді, көп ойланатын еді, көп оқитын еді. Бүкіл тұла бойы толған парасат еді Әбекеңнің. Мен Әбекеңнің ешкімді жамандағанын көрген емеспін. Ешкімді айбат шеккенін көрген емеспін. Әбекең бір жақсылықты көрсе балаша қуанып, соншалық тебіренетін еді. Жас інілерінің жеткен биіктерін тамашалап отыратын еді. Кешегі өтіп кеткен ұлы ақындарымыз Мұқағалидың, Төлеген Айбергеновтың өміріне де, творчествосына да Әбекең қатты араласты. Әбекең мен тұрғыластардың да, менен кішілердің де көбіне ақындық жолға бата берді. Әбекеңнен баталғандардың мен ақын болмай кеткенін көрген емеспін. Әбекеңнің бір ғажап қасиеті, ешкімді қызғанбайтын еді. Шамасы келсе өзінің замандастарына, өзінен кейінгі інілеріне жағдай жасап жүретін. Біз түптеп келгенде көбіміз Әбекеңнің шинелінен шықтық деп айтуымызға болады. Сол кісінің қамқорлығын көрдік, азаматтығын көрдік. Мәселен, Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, Тұманбай Молдағалиев, айтпаса сол кездегі
әбекеңнің азаматтығын көрмеген ақындарды табу қиын. Сондықтан бұл жағынан келгенде әбекең дара демеді. Осындай мінезі бар біздің қазақ жазушыларының, ақындарының арасында бір санаулы адамды ғана еске алуға болады. Әбекеңнің енді бір қасиеті, бұл кісі спортты керемет сүйетін. Осы Қайраттың бір ойынын жібермей көретін. Мен анда-санда барып тұрғанда, Қайрат ойнайды ғой, білесің бе дейтін. Өзі үйі Динамо стадионының түбінде Динамоға допты хоккейге баратын. Өзінің сол анау ауру аяғымен тік тұрып допты хоккейді осы біткенше көретін. Қайратқа арнаған екі өлеңі бар. Қайратым деп мен жүрмін, қайрат қылмай сен жүрсің дейді алғашқы өлеңі. Кейіннен Қайрат алғашқы ондыққа ілінгеннен кейін қуанып, осы Тимур Сегізбаевтың ерлігін айтып, ана Квочкин дегендерді атап айтып бәрін, әбекең сұмдық бір тағы да Қайратқа деген өлең жазды. Бұл енді осының бәрі ұлттық намыс қой, ұлттың абыройы. Сосын мына лениншіл жаста Сейдахмет Бердіқұловтың осы футбол туралы үлкен циклді мақалалары шықты. Пеле туралы. Мен бір барғанымда, лениншіл жасты оқып жүрсің ба? Сейдахметтің футбол туралы материалдары шығып жатыр ғой. Қандай керемет. Атакаманың күн ыстық дейді. Біздің Шиелінің күнінен де ыстық бекен со жақтың күнін деп бір қарқылдап күлгені бар. Осының бәрі, ол кезде біз енді жаспыз, баламыз, қазір ойлап отырсақ, осының бәрі ұлттық намысты шақыру, халықты ұлтыңды ойла, намысыңды ойла деген бір үндеу сияқты көрінеді. Көптеген драмалық шығармалар жазған драматург, қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы туралы докторлық диссертация жазған филология ғылымдарының докторы Әбілда Тәжібаев халық жүрегінде ұлы ақын ретінде қалды. Өлі разы болмай, тірі байымайтын жадымыздан шығармай қағайын.